Сәлем достар, Бройс каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз нәзік торт жасаймыз. Бізге керек жұмыртқа, қойытылған сүт, ұн, қопсытқыш. Жұмыртқаны қойылған сүтпен бірге араластырамыз. Ұнға қопсытқыш қосамыз. Енді бәрін бірге араластырамыз. Пергамент қағазын диаметр 21 см қалып кесеміз. Оған қамырды қасықпен жағамыз. Әр коржыға шамамен 6 қасық қамыр кетеді. Пешті 180 градусқа қыздырып 7-8 минут пісіреміз. Енді крем жасайық. Кілегейді миксермен шайқаймыз. Қант ұнтағын қосамыз. Тағы да шайқаймыз. Крем дайын. Торт құрастырамыз. Әр шелпектің арасына крем жағамыз. Бетін қалауыңызша әрлендіруге болады. Мен шоколадты таңдадым. Оны алтынайға ертіп алдым. Торт дайын. Осылай оңай әрі тез біз нәзік торт жасадық. Біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сізбен бірге Амир болды. Сау болыңыздар.